Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Түшору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде қабір көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсіңізге өз қабіріңізді кіруі, өміріңіздегі теріс жаққа өзгеретін оқиғаның болуы. Бірнеше қабірді көруі, өкінішті жайттың тізбегі, олардың әрқайсысы сіздің жігеріңізді сеніміңізден айырады. Қараусыз қалған бейіт, дана және ақылды адаммен танысқаннан кейін сейілетін жан құлазуы мақсатты жоғалту, өкпе мен өкінішті білдіреді. Арнайы қабір қазылып қойған адам жоғалып кетсе, бұл түс жаман белгі береді. Егер түн батып, сіз ашық қабірде ұйықтасаңыз, достарыңыздан айырыласыз, ғашығыңыздың сезімі суиды. Кейде көр жұмыстары келеңсіздіктерді жорылады. Ескі тозған қабір, біреудің қауіпті аурумен өлімінің хабаршысы. Қабір басындағы жазуды оқу, ұнамсыз машақаттар. Жаңа қойылған бейітті түске кірсе, біреудің жасаған әрекеті сізге үлкен қайға келеді. Бұл түс сізге төніп тұрған қатер жайлы хабар беруі мүмкін. Көр көбінесе ауру мен қиындықты тұспалайды. Бос көрге үңілу, жақыннан жоғалту. Беті жабылмаған қабірді адамды көру, шын өмірде оған төнген қауіпті білдіреді. Қабірді көруі сізге қарсы құрылған тұзақ. Қабірді қазу, дұшпандарыңыз сізді құлатуға дайын. Түсіңізде жұмысыңызды аяқтап үлгерсеңіз, өмірде оларды жеңесіз. Түсіңізде қыс мезгілінде зират басында немесе шіркеудің маңында жүрсеңіз, сізді алда жоқшылыққа қарсы үлкен күрес күтіп тұр. Жас жесір үшін түсінде бейіт басында болғанын көру, қаралы киімдерді жақын арада неке көйлегіне ауыстыратынын хабарлайды. Ана үшін бейіт басынан балғын гүл әкелуі отбасының денсаулығы ұзақ әрі мықты болатынын көрсетеді. Көп зират арасында гүл теріп, көбелек аулаған балаларды көру жақсылық. Бұл түсті көрген адам ұзақ өмір сүріп, достарының қолдауына ие болады.